Good afternoon. My name is Fatiha Simisyurkızı. I'm teaching English language. The word be a teacher mean to you? To be a teacher means to share your knowledge with children. It is an indescribable feeling when children come to you and they tell thank you for the lesson. To be a teacher is to be a student for life, and I am going to improve my knowledge in my sphere and exam also. Because teachers need to know much in order to teach children and answer the question. Nowadays, new technology and methods are appearing, and the teacher need to be able to use them. That is why teacher is not only a teacher, but also a student. Did you choose this profession? Thank you. Teachers should love children. I really love to work with children. For me, it is a very enjoyable, interesting and useful because I can learn something new from my pupils and I can share my knowledge with them. Therefore, I choose the profession of a teacher. Thank you. Goodbye. Thank you. Расскажите о себе. Здравствуйте, меня зовут Ситалиева Айдана Ербулатовна. Кем вы работаете и как долго работаете по этой профессии? Я работаю в Кушанкурской врачебной амбулатории уже 3 года. Раньше работала в Уральске участковой медсестрой в городской поликлинике номер 5. Почему вы выбрали эту профессию? Потому что я с детства очень мечтала одеть белые халаты, делать инъекции, стать врачом или медсестрой. Какие обязанности вы выполняете? Мои обязанности – это делать инъекции внутривенные, внутримышечные, подкожные и перевязки. Из чего состоит ваш рабочий день? Наш рабочий день начинается с утра кварцеванием кабинета и подготавливаем кабинет инъекциям. После кварцевания кабинета начинаем работать. Рабочий день заканчивается кварцеванием кабинета. Какие специальности в медицине сейчас наиболее востребованы? Сейчас очень востребованы специалисты, узкие специалисты, именно урологи, кардиохирурги, хирурги, стоматологи. Спасибо за интервью. Желаю вам удачи в работе. Сізге қоятын сұрақтар бар еді, соларды қойыңыз. Өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Мен Омарғалиева Раян Набиоллақызы 1966 жылы дүниеге келдім. 1980 жылы мектеп бітіріп, Орал қаласында Көлтөбе училищені бітірдім. Одан 85 жылы бітіріп келіп, Жалпақтал ауданының Сарытоқ ауылында ең бірінші алғашқы еңбегімді сол Сарытоқ мәдени мекемеге келдім. Бала кезіңізде өнерге деген қызығушыңыз болды? Әрине, кішкентай кезімнен мен өзім өнерге жақын болдым. Өзімнің семьяларым бәрі өнерлі болды, домбыра тартты, бәрі соған қызығушылық болды. Домбырадан өнерге қызығып сол домбыраны дамытуға түстім. Сұрағым, бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Мен өзім кішкентай кезімнен өнерге бейімделдім, ән айттым, әнші болуды армандадым өзім. Бірақ сол арманым қазір орындалды. Шүкір, халықтың алдында жүрмін ән айттым. Келешек жастарға қандай ақыл бересіз? Келешек жастарға берер ақылым, бірінші жарты аудандан, екінші мамандық таңдаудан адаспасын дейді ғой. Сондықтан сол таңдаған мамандығын өзінің жүрегімен сүйіп